Барлықтарыңызға қайырлы кеш, қазақ такси көрермендері. Мен каналдың жүргізушісі Орынбаев Мерей. Бүгін қысқа ролик болайын деп тұр. Жаңалық, өте керемет жаңалық. Алматы қаласында Яндексте бонустар қайта қосылды. Қанша уақыт жүретін білмеймін. Бастай алмай жүрген болсаңыздар, немесе қазір, міне, қазіргі уақытта қалай десе, ең қолайлы кез өзіңіздің табысыңыздан бөлек қомақты бонус алуға мүмкіншілік бар. Қараңыздар, мына жексенбі күннен бастап келесі жексенбі сенбінің 12:00 24:00-не дейін қараңыздар, 80 заказ жасасаңыздар, Яндекс сіздерге 5500 теңге береді. 120 заказ жасасаңыздар бір аптаның ішінде 8000 теңге береді. 160 заказ жасасаңыздар 11000 теңге береді, және 200 заказ жасасаңыздар 14000 теңге бонус береді бір аптаның ішінде. Мүмкін ба, мүмкін емес па деген сұрақ туындап тұрса, әбден мүмкін. Неге десеңіздер, менің таксопаркымда жаңағы монстрлар, енді жаңағы шамамен аптасына 300-400 заказ жасайтын адамдарды кезіктірген мен. Сол үшін осындай бүгін жаңбыр жауып тұр, қазір спрос деген ұрып тұр, линияға шығайын, кішкене жұмыс істейін. Сосын бүгінгі мына кешкі сағат 5-те шықтым. Қазір 8-ден 24 кетті. 3,5 сағатта 7400 теңге жасадым. Және қалан шетіне лақтырып жіберді. Сонымен өшіріп тастадым да қайтып үй жағыма келіп, қазір линияға шыққалы отырмын. Бүгін кешке дейін жұмыс істеймін. Кешкі смен деп есептесе болады. До конца маршрута осталось 300 метров. Так, что-то сменаны аяқтауға желание болмай жатыр. Қараңыздар, әлі 1550 теңге болып тұр. Сағат деген 23-тен 40 кетті. 13 заказ ба, 14 заказ ба жасадым. 100 метровка 700 теңге наценкасымен. Жаңбыр деген тоқтамай жауып отыр ғой Алматыда. Опа, на месте. Вы приехали. Баратын жеріміз, қараңыздар, 4 минуттық жер. Минут заказ. Заказ будет оплачен 1070 теңге 2 километр жер. Осындай заказдардан айланып кетесің. Клиентке барғаныма 3 минут кетті. Клиентті үйіне дейін әкеліп тастадым 3 минут. 7 минуттық заказ ғой, былай айтқанда 7 минутта 1000 теңге. Көп адамдар өтініп сұрайды ғой, кішкене көбірек жұмыс жасас деп. Бүгін жексенбі, мына жексенбі 12-ден кейін дүйсенбі болады. Біраз жүрейін енді. Коэффициенттерді көріп тұрсаңыздар, әлі 1600-ға тақалып тұр максимально. Алматыда қазірше максимально көрсеткіш осындай болып тұр, бірақ кеше бір түсініксіз жағдай болды. Осындай жаңбыр жауып кетті. Достық плажда жақта болдым. 1600 көрсетіп тұрған клиентке маған 1850 наценкамен түсті. Где-то жарты сағаттық заказ болды. 3000 қанша болды кеше күнге кіріп көрейікші. Міне, Достық плазадан түсті. Екінші микрорайонға. Қанша уақыт кетті бұл заказға? 20:44-те басталды. 40 минут деп есептейікші. 40 минутта 3050 теңге екі адресімен, попуткасымен. Осындай кеше кішкене жұмыс жасадым.
видеоны жүктеп болғаннан кейін тоже кешеде мен шыққан уақытым 6-дан 6:30 6:40-та шықтым ба. Ең соңғы заказымды 10-да алдым. 4 сағат 3,5 сағатта 9.920 теңге болды. Маған қалғаны 7.832 теңге. Түнгі 12-ден 45 кетті. Айдал лақтырып жіберді қайтадан. Бірақ 2000 теңгенің заказы. По деламды қосам қайтадан центрге қарай. Көріп отырсаңыздар, мына центр жақ 1600 болып тұр. Наценка мен жақта жоқ, мына аэропорт жақта кішкене көтеріліп тұр екен. Бағалар по делам деймін да, короче. Түнгі 12-ден кейін обновляться етті ғой мұнан бәрі. Қайтадан 0 болды мін. Қай жаққа? Жоқ. По деламға мен сақтап қойғам. Достық плаза жақта самал. Өйткені ол жақта үнемі таксиге сұраныс деген жоғары. Жақындап қалдым Достық плазаға. Попутка берген жоқ. Күйді по деламның біреуі. Іштем етпейді. Айдаладан келдім мен. Бір жерде тұрып күтуге де болатын еді, тауып беретін еді просто. Тез келіп, мына жердің жақсы тарифтерін бар кезде ұстап қалайын дедім бе. Алып кеттік. Абай 17 деп кеттік. Раксаға дейді. Содан кейін Через 600 метров съезд, поверните направо. Екі адрес 550 теңге наценка. Жағдай деген мындай болып отыр енді. Түнгі сағат 2-ден 1 минут кетті. Мен сағат 4-тен 6 минут кеткен кезде шыққам. Уже кеше болып есептеледі ғой. 22-сі кешкі сағат 4-тен 10 минут кеткен кезде бірінші заказымды алған екенмін. Қазір мына сағат түнгі 2 болып отыр. 10 сағат ішінде 1 сағатын жаңағы заправкаға кіргенім бар, кешкі ас ішкенім бар. Сонымен жаңағыдай алыс жерге кетіп қалған кезде бос қайтқандарым бар. 1 сағат алып тастаймыз. Линияда болғаныма сонда 9 сағат болып тұр таза. Мұны 12-ден кейін тапқаным 5166 теңге. 5166 теңге. Ал 12-ге дейін тапқаным 16.884 теңге. Бұл сомалар Яндекс өзінің комиссиясын алып болғаннан кейінгі маған қалған сомалары сонда 21.500 болайын деп тұр. 21.500, 26.700 сондай. Бүгін жаққан бензин шамамен 20 литрға жақындап қалды. 20 литр деп округлять етіп жіберейін. 20 литр 3600, сонда 18.000 теңге. 18.000 теңге бензинден бөлек, комиссиядан бөлек маған қалғаны. Алдында айтқанымдай, менен көп сұрайсыздар ғой, конкретно қанша табуға болады деп. Конкретно сағатына қалатына 2000 теңге. Бензиніңізден комиссиядан бөлек 2000 теңге қалып отырады. Ал ар жағын енді өзіңіз есептей беріңіз, қанша сағатқа жетеді сізге. Сіз шамаңыз қанша сағатқа жетеді. Мысалы Яндекс бір тәулікте бір жүргізушіге 16 сағаттан артық жұмыс жасауға рұқсат бермейді. 16 сағат жүрдің болды, ары қарай барда демал дейді. Бұйырса автомат бір машина алсам жақында 16 сағат толық жұмыс істейтін болам. Бұлай табыс осындай.
бүгін қатты сөкпеңіздер, ойламаған жерден түсіріп жатырмын бұл видеоны. Мынау жаңалықпен бөлісейін дедім де, және соған қосымша осындай кішігірім 1-2 сағаттық жұмыс істейін ба деп едім. Бүгін деген көрдіңіздер ғой, жаңағы коэффициент деген ұрып тұрды жаңбыр болғаннан кейін. Сонымен өзім де қызық кеттім, заказдар, жақсы заказдар түсті. Мына бонус, сонда қараңыздар, енді 5500 бонус алу үшін маған 61 заказ жасасам, алам 5500. Ал ары қарай жаңағы 120 аптаның соңына дейін бұл бонусқа ілінуге тырысам, конечно. Тырысам емес, жасаймын ғой, енді машина бұзылып қалмаса, немесе өзім бұзылып қалмасам, ауырып қалмасам, Құдай сақтасын. Бірақ бонусты алып көрсетем. Бонусқа ілінуге тырысам, аптаның соңына дейін әлі уақыт көп. Уже осы уақытқа дейін 19 заказ жасап тастадым. 5500-дің бонусын 100% алам. Ар жағында енді 120-200 заказға жеткізем ба, жеткізамайым ба, уәде бермек қояйын, бірақ тырысам 200 заказ жасауға. Үстіп арасында түсіріп, қысқа видеолар мүмкін түсіріп не қылам, немесе аптаның соңында общий жаңағы бонус алғаннан кейін бәрін есептеп, бәрін көрсетіп берем деген ойдамын. Каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Ұнады, ұнамады, лайк, дизлайк, комментарий, сұрақтарыңыз болса, келесі видеода жолыққанша аман есен болайық. Жақсы сау болыңыздар.